Сәлеметсіздер ме? Назарларыңызға психологиялық тест. Ақша және мен. Жалпы ақша дегеніміз не? Бұл тиын, қағаз ақша, монеталар болуы мүмкін. Яғни бұның барлығы да біздің мүмкіндіктеріміздің жансыз кепілі. Соған қарамастан, әрқайсымызда ақшамен белгілі бір қарым-қатынас бар. Біреулер ақшаны жақсы көреді, біреулер жек көреді, тағы біреулер оған табынады дегендей. Ақшаның бізде көп немесе аз болуы біздің оған деген көзқарасымызда байланысты. Осыған келісесіз бе? Олай болса, мына тесттен өтіп көрейік. Сіздің ақшаға деген көзқарасыңызды бірге анықтайық. Бәлкім бұл сізге өміріңізде бір нәрселерді өзгертуге көмектесер. Мына суреттерге қарап, сіздің ақшаға деген көзқарасыңызды білдіретін суретті таңдап алыңыз. Сонымен бірінші сурет. Сіздің ақшаға деген қатынасыңыз спонтанды, яғни ақша қалтаңызда тұрмайды. Сізде ақшаңыз жеткілікті, алайда әмияныңызда қандай да бір сумма пайда болған кезде аяқ астынан ақша жұмсайтын нәрселер тап келеді. Сіз өз шығындарыңызды жоспарлап әдеттенбегенсіз. Сондықтан сізде ақша бірде бар, бірде жоқ. Сізге ақшаны тиімді басқару үшін қаржылық сауаттылық курсын өткеніңіз жөн. Өзіңізге міндетті шығындар шығаратындай нақты мақсаттар қоя біліңіз. Егерде аяқ астынан бірдеңе сатып алғыңыз келсе, онда аздап өзіңізге үңіліп, іштей маған бұл нәрсе шынымен керек пе деген сұрақ қойыңыз. Тағы бір вариант, ай сайынғы кіріс пен шығыстарыңыздың есебін жүргізіп, қандай да бір сумманы жеке алып қалыңыз. Ақшаны дұрыс жоспарлау өзіңізді сенімді сезінуге мүмкіндік береді. Екінші сурет. Сіздің ақшаға деген қатынасыңыз саналы әрі рационалды деп айтуға болады. Сіз өз кіріс шығыстарыңыздың есебін жақсы білесіз. Ақшаны жұмсауда нақты бір үлкен мақсаттар айқындай білесіз. Сіз ұқыпты әрі үнемшіл жансыз. Соңғы ақшаңыз қалса да оны бет алды жұмсай салмайсыз. Сізде әрдайым әлдеқандай жағдайларға деген ақшалай қорыңыз бар. Бірақ бұның да өзінің кері жақтары бар. Кейде ақшасыз қалудан қорқып, өз мүмкіндіктеріңізге, қажеттіліктеріңізге тым шектеу қойып тастауыңыз мүмкін. Бұл сараңдыққа алып келуі де мүмкін. Сіздің ақшаңызды қимай жұмсауыңыз жаңа істерге инвестиция салуда қиындықтар туындатуы мүмкін. Сондықтан ақшаға тым көп мән бере бермеуді үйреніңіз. Кейде өзіңізге жағымды нәрселерге ақша жұмсап тұрыңыз. Ақша бұл мақсат емес, тек мүмкіндік екенін ұмытпаңыз. Үшінші сурет. Сіз ақшаны жақсы көрмейсіз деуге болады. Нақтырақ айтсақ, ақша туралы аз ойлайсыз. Оны көбейтуге мән бермейсіз. Сол себепті де сізде үнемі ақша жоқ. Алайда біздің өмірімізде ақша әрдайым қажет. Ойлап көріңізші, сіздің қандай қабілеттеріңіз, білім, білік, дағдыларыңыз сізге табыс әкелуі мүмкін. Өз мамандығыңызды толық игере алдыңыз ба? Бәлкім бастығыңызбен айлығыңызды көтеру туралы сөйлесіп көру керек шығар. Сізді ақша жинауға ешкімде қинап көндіре алмайды. Алайда әрбір ересек адамға өмірге сенімді түрде қарау үшін қаржы қоры қажет. Сіздің өзіңізді бағалауыңызда да ақша үлкен рөл ойнайды. Өзіңізді, өз еңбегіңізді қадірлеңіз және де жоспар құрыңыз. Төртінші сурет. Сіз ақшаға құрметпен қарайсыз. Оның беретін мүмкіндіктерін бағалайсыз. Сіз жайлылықты ұнатасыз. Қаржылық тұрақтылықты жақсы көресіз. Жоспар құруды, мақсат қоюды білесіз. Алайда бұл мақсаттар сізді кейде несие алуға итермелейді. Мүмкін бұл нәрселер қатты батпауы да мүмкін, бірақ белгілі бір стресс алып келеді. Өз кіріс шығыстарыңызды есептеп көріңіз. Қайсысы маңыздырақ? Болашақ үшін ақша жинау ма, әлде маңызды болып көріну үшін бүгінгі күні қарызға кіру ме? Бесінші сурет. Сіз өте ақылды, байқампаз адамсыз. Сіз ақша жинау білесіз және қауіпсіздік жастықшасында болу керектігін білесіз. Сіз ғажайыпқа сенбейсіз, аспаннан ештеңе жаумайтынын білесіз. Сіздің болашағыңыз бүгінгі күнмен байланысты екенін де білесіз. Сіз үнемшілсіз, өз қажеттіліктеріңізді шектей аласыз. Әр заттың қадірін білесіз. Заттарыңызды ешкімге бермейсіз. Бұл жақсы қасиеттер, алайда бәрін айналаңызға топырлатып жинай беру. Бұл ауытқушылыққа алып кетпесін.
Сол себепті ара-арасында заттарыңызға ревизия жасап, өзіңізге бірнеше жыл қажет болмаған заттардан арылып тұрыңыз. Заттарға байланбаңыз. Егер затты жинасаңыз да, тек жақсылыққа, жағымды нәрселерге деп жинаңыз. 6-шы сурет. Сіз үшін ақша өзіңізді жүзеге асырудың бір жолы. Сіз ақшаны қайдан және қалай табуды білесіз. Қаржыны басқаруды жақсы білесіз. Бірақ жинақ ақша болуы үшін маңызды, құнды деген нәрселерді құрбан етпейсіз. Сізде үнемдеуді қажет етпейтін қалауларыңыз көп. Сіз ақырғы ақшаңызды досыңызға беруіңіз, немесе қайырымдылыққа жұмсауыңыз мүмкін. Тек жақын адамдарыңыз сіздің жомарттығыңыз бен мейірімділігіңізді түсіне бермейді. Сол себепті де өз шығындарыңызды тек өз тарапыңыздан ғана емес, отбасыңыздың қажеттіліктерін де ескере отырып жоспарлауды үйреніңіз. Міне достар, тест жауаптары ұнаса, лайк басып, егер де тіркелмеген болсаңыз, каналға міндетті түрде тіркеліңіз. Сіздермен бірге болған пайдалы психология арнасы. Көріскенше!